Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз транскрипция. Оқыту мақсаты нәруыз биосинтезі үдерісіндегі транскрипцияны сипаттау. Жалпы транскрипция дегеніміз ДНК-дағы ақпараттың РНК тілінде көшіріліп жазылуы, яғни мРНК түрінде бір геннің көшірмесін жасау. Бұл кезде хромосомадағы көп геннің тек қажетті нәруызды ғана кодтайтын бір ғана геннің көшірмесі алынады. Транскрипция процесі транскрипцияның мәні. Аса ауқымды үлкен генетикалық материалды ядродан рибосомаға тасымалдау мүмкін болмағандықтан гендерді қажет болғанда бір-бірден көшіріп алып отыру мүмкіндігінде сонда мРНК тек бір нәруыздің құрылысы туралы ақпаратты ядродан рибосомаға жеткізеді деген сөз. Бұл процесті РНК полимераза катализдеп жаңа РНК тізбегін жасайды. ДНК екі тізбекті молекула. Оның бір тізбегі кодтаушы, екіншісі матрицалық немесе қалыптық қызметін атқарады. Ол екеуінің арасындағы айырмашылық матрицалық немесе қалып тізбегінде старт кодоны болады. Кодон деген ДНК-дағы бір амин қышқылының кодтайтын триплет. Осы триплетті мРНК-да кодон дейміз. Геннің старт кодоны бір транскрипция басталатын бөлігін промотор дейді. Транскрипция басталарда ДНК қос тізбегінің тиісті ген орналасқан бөлігі бір-бірінен ажырайды. Транскрипция тірі жасушалардағы рибонуклеин қышқылының РНК биосинтез процесі. Ол дезоксирибонуклеин қышқылы ДНК матрицасында жүреді. Транскрипция аденин, гуанин, тимин және цитозиннің қайталанбалы тізбегінен тұратын ДНК молекуласындағы генетикалық ақпараттың іске асуының бірінші кезеңі. Транскрипция арнайы ДНК және РНК полимераза ферменті арқылы жүреді. Транскрипция нәтижесінде РНК молекуласының полимерлі тізбегі түзеледі. Бұл тізбек ДНК молекуласының көшірілген бөлігіне комплементарлы болады. Транскрипция үш кезеңнен тұрады. Инициация, элонгация, терминация. Жеке осыларға тоқталатын болсақ, инициация кезеңі РНК полимеразасының қалыптық ДНК тізбегіндегі геннің промоторына байланысуынан басталады. Элонгация кезеңінде РНК полимераза ДНК тізбегіндегі нуклеотидтерге комплементарлы нуклеотидтерді қойып отырады. Алғашқы нуклеотид қойылғаннан бастап жаңа РНК тізбегі түзеледі. Тек тиминнің орнына урацил қойылады. Себебі бұл РНК тізбегі. Осылайша жаңа РНК тізбегі ұзарып жасалады. РНК полимераза стоп кодонға жеткен кезде процесс тоқталып, терминация кезеңі орын алады. Ал кәнекей балалар, сіздермен тапсырма орындайық. Тапсырма иә және жоқ. Тұжырымдама беріледі және иә жоқ. Тұжырымдамада матрица типографиялық термин металл әріптерден теріліп, баяу жағылатын мәтінді білдіреді. Екінші, тұқым қуалаушылық ақпарат ДНК-да сақталатын амин қышқылдарының ретінің жазбасы. Үшінші, ТРНК-да АРНК-дағы өз орнын танитын маңызды құрылым бар. Ол антикодон деп аталады. Бұл жерде бала сіздер жауап беру керексіздер иә және жоқ. Қанеки барлығымызда ойланып көрейік. Мұқият ойлаңыздар, мұқият қараңыздар әр тұжырымдамаға.
Ал енді жауабын тексеріп көрейік. Бірінші, матрица типографиялық термин металл әріптерден теріліп, баяу жағылатын мәтінді білдіреді. Иә. Екінші, тұқым қуалаушылық ақпарат ДНК-да сақталатын амин қышқылдарының ретінің жазбасы. Иә. ТРНК-да АРНК-дағы өз орнын танитын маңызды құрылым бар, ол антикодон деп аталады. Иә, әрине барлығы дәл осылай жауап берді деп сенімдемін. Оқушылар, енді сіздерге сұрақ. Транскрипция дегеніміз не? Бүгінгі біздің тақырып. Барлығымыз мұқият ойланайық. Ал енді жауабын тексеріп көрейік. Жауабы генетикалық ақпараттың мРНК түрінде көшірілуі. Жарайсыздар оқушылар. Келесі тапсырма бізде тест. Транскрипцияның кезеңдеріне жатпайтын процесті таңдаңыз. РНК-ның түзілуі, терминация, элонгация, инициация. Ойланайық. Ал қанеке жауабын тексеріп көрейік. Әрине, РНК-ның түзілуі. Жарайсыздар оқушылар, келесі тапсырмаға көшейік. Бұл жерде сіздерде сурет берілген. Суретте көрсетілген процесті атаңыздар. Кәнеке бәрімізде осы суретке мұқият қарайық, дұрыстап қарап, тұжырымдама жасайық. Ал қанеке тексеріп көрейік жауабын. Сонымен суретте көрсетілген процестің атауы транскрипция. Жарайсыздар оқушылар, барлығы да осылай жауап берді деп сенімдемін. Жалпы бүгінгі сабағымызды қорытындылай келгенде, транскрипция арнайы ДНК және РНК полимеразы ферменті арқылы жүреді. Транскрипция нәтижесінде РНК молекуласының полимерлері тізбегі түзіледі. Оқушылар, кері байланыс сіздерге транскрипция тақырыбы бойынша 5 сөйлемді эссе жазу. Бүгінгі тақырып барлықтарыңызға түсінікті болды деп сенімдемін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.